Үстелге 12 сантиметр көбейту 10 дегеніміз, ол ұзындығы, яғни А, және енің көрсетіп қойған деген сөз. 2 майлық лақтырылды. Олардың үстіне 176 сантиметр квадратқа тең аумақты алды дейді. 2 майлықтың қиылысу ауданы қандай? Так, бұл жерде не деген сөз? 2 майлық бар. 12-де 10. Мына жерде де 12. Ауданы, мына түгел алып жатқан ауданы 176 сантиметр квадрат болды. Бірақ осының ортасында мына екеуінің қиылысқан мына жерін табу керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін әр майлықтың ауданын тауып аламыз және оны 2-ке көбейтеміз. Себебі олар екеу. Так, 12 көбейту 10 тең 120 сантиметр квадрат. Бұл 1 майлық. Ал енді 120 сантиметр квадратты 2-ке көбейтеміз, сонда 240 сантиметр квадрат. Ол 2 майлықтың аудандары. Ал енді осы 240 сантиметр квадраттан 176 сантиметр квадратты азайтамыз. Сонда 24-64 сантиметр квадрат болады. Яғни олардың қиылысу, мына ортасы қиылысқан, яғни бір-біріне беттескен деген мағынада, 64 сантиметр квадрат болады. Ол екінші жауапта.